Не деген қошемет мынау, құдайым-ай, Шымкент. Ойбай, бар екендеріңіз көрсетіңіздер, бүгін той ағайын. Бәрекелді. Аса қамқор, ерекше, мейірімді, күллі әлемнің Раббысы, қиямет күннің патшасы, ұлық Алланың атымен бүгінгі дүбірлеткен тойымызды бастаймыз ағайын. Ассалаумағалейкум жақсылар мен жайсандар, ассалаумағалейкум қадірменді меймандар, ассалаумағалейкум бүгінгі біздің мерейліді мерекелі думанды тойға жиналған ағайын туғандар. Бүгін Алланың қалауымен шырайлы шым қалада, бүгін Адай жары елінде, бүгін Сейсеновтер әулетінде байымен атамыздың ұрпақтары той беріп жатыр. Бүгінгі тойымыз құтты, берекелі болсын деп бір қаттырақ қол соқпайық шағай. 300-дің басын жиып, тапқан таянғандарын дастарханға үйіп, бүгін ағайын туманың басын қосып, дүркіретіп той беріп жатқан ол әрине Құдайға шүкір Сембай әкемізбен, Қамажай анамыз, Бауыржан ағамызбен, Шолпан жеңгеміз. Алдарыңызға дастархан жайып, бүгін дүркіретіп той беріп жатқан той иелеріне бір қаттырақ қол соқпайыңыздар шағай. Осы тойдың нағыз себепкерлері ол әрине Қамажай анамыз 63 жасқа толуы және кішкентай ғана немересі Абдрахманның бүгінгі тұсаукесер тойы құтты болсын ағайын. Қадірменді меймандар, бүгін бір емес, екі той. Ендеше алғашқы тойымыз 63 жас болса, сол 63 жастың егерін құрмет қошеметпен ортамызға алдыртайық. Арнайы әнін салып тұрып, анамызды ортаға алып келетін Айдар Тұрғанбек ұлдарыңызды және де Сембай ағамыз бен Қамажай анамызды қарсы алайық. Ал қошеметтеріңізді аямайық ағайын.